Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Қайырлы күн қыздар. Біздегі бүгінгі тақырып тез арықтау үшін не істеуге болады. Мен тамақтанып та көрдім, жаңадай өзімді тыйып та көрдім, диеталар неше түрлісін ұстап көрдім, жаттығу жасадым, фитнеске бардым, бірақ мен арықтай алмай жатырмын. Все равно менде сол салмақ сол күйінде тұр, немесе сол момент какой-то салмақ тастаймын 1-2 кило, все, ары қарай менде жоқ деген сұрақтармен бізде көбінесе келіп жатады. И мен оларды прям сондай бір заставить етіп қойып қоятын кездер болады. Себебі осы гинекология тұрғысында етеккірді реттеу үшін индекс масса тела бізге міндетті түрде керек. Яғни сіздің салмағыңыздың индексі, И осы арқылы біз негізі несін қандай дәрілер ішу керек екенін, гормондар ішу керек екенін реттеп отырамыз. Сонымен қатар көтеру үшін міндетті түрде бұл семіздік артық нәрсе бізге зиянын келтіреді. Біздің етектің келмей қалуына септігін тигізеді. Одан бөлек бізде выделениеға да өте қатты әсер етеді. Сол себептен артық салмағы барлармен үлкен жұмыс жасайтын болғандықтан өкінішке орай маған екінші, үшінші жұмыс болды, что диетологияны маған оқу керек болды. Сондықтан дәл қазір осы диетология бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, пожалуйста, комментарий жазсаңыздар болады. Егер эфир ұнайтын болса, міндетті түрде сіздердің қолдауларыңызды, яғни лайк күтетін боламын. Және де келесі тақырыптар, қандай тақырыптар түскенін қаласаңыз, пожалуйста, өз тақырыптарыңызды жазып кетулеріңізге болады. Сонымен қатар диета туралы қосымша онымен бірге қандай әдістер қолдану керек екенін білгілеріңіз келетін болса, онда доктор Сичапарна деген менің немесе гинеколог Сичапарна парақшама кірсеңіздер болады. Сол жерде инстаграмда толық айтылатын болады. Ендеше диета үшін ең бірінші не керек? Ең бірінші орында біз түсіну керекпіз. Углевод, белок және де май тағамдарын, жиры. Бізде 3 өнім бар. Мысалы, осы 3 өнімнің бізге қаншалықты пайдасы мен зиянын түсінбесек, онда бізге арықтау бесполезно болады. Мысалы алайық. Мысалы, мынау біздің клеткамыз. Вот, біздің клеткамыз. Клетканың ішінде не бар? Митохондрия и ядро бар. Яғни ядро мен митохондрия деген нәрсе, кішкентай дөңгелек бұл біздегі митохондрия, бұл біздің энергия. Яғни азаннан кешке дейін жүруіміз, ойнап күлуіміз, секіре алуымыз, қимылдай алуымыз, шапшаң болуымыздың бәріне жауап беретін осы біздің энергиямыз, яғни біздің митохондрия. Ал ядро бұл біздің ағзаға дұрыс жұмыс жасау үшін қамтамасыз етіп отыратын және былай айтқанда қоректі қызмет атқарады. Бұл екеуі де постоянно жұмыс жасау үшін клетканың ішінде бізге постоянно керек углевод, бізге керек белок и бізге керек жиры, яғни майлар. Енді углевод, көмірсулар бұл неден құралады? Қандай тағамдардан құралады? Бұл бізде ет, ұнды тағамдар, етті тағамдар, құнарлы тағамдар бізде углеводтан тұрады. Особенно бұл жаңағыдай қойдың еті, сиырдың етінде өте көп болады. Сонымен қатар нан, элементарно біз көп қолданатын нан, макароны, тағы басқа нәрселерде бұл жиі кездеседі. Углевод бізде барады постоянно қайда? Углевод бізге көмектесетін дүние бұл біздің ядроға. Ал белок біздің митохондрияға да, и жир тоже самое осыдан бізге көмектесіп отырады. Яғни бұлар не істеп отыр? Бұларда эффект жүрген кезде, чтобы осы 3 тағам біздің екі тұрған ядроны реттеу үшін мына жақтан главный углевод бір жерге түсіп отыру керек, ал екі дүние белокқа түсіп отыру керек. Егер бұл екеуінде бірде құнарлы дүние болмаса, онда сіз арықтамайсыз да и дұрыстап жаңағыдай семіре де алмайсыз. Бізде бар мысалы арық өте арық анорексиямен жүреді, оларға да диета ұстау керек болады, чтобы семіру үшін. Сонда қалай біз жеген тағамда біз бірінші не істейміз? Анализ тапсырамыз. Особенно элементарный общий анализ кровьтың ішінде гематокритке қараймыз, гомоцистеин анализдерін көреміз. Сол жерде бізге углевод пен белок қаншалықты жеткілікті немесе жеткіліксіз екенін көреміз. И сол бойынша егер сізде мысалы 3 нәрсенің былай айтайыншы, 3 нәрсе, углевод, белок, біздегі майлар, жир. Осының ішінен біз үшеуінің ішінде бізде углевод көп, например. Көп болса, значит, бізге мына екеуін көбірек ұсыну керек болады. Ал вдруг бізде белок көп. Белок болса, мына екеуін көшірсек. Егер жир көп болса, онда мына екеуін арықтау ішінде. Сонда мысалы бізде углевод көп, значит, белок пен майлы тағамдар жеу керек болады бізге. Майлы тағамдардың өзі екіге бөлінеді, нейтральды, яғни сіңетін немесе сіңбейтін, былай айтқанда бейтарапта. Осыдан екі түрлі болады. Осы майлардың сіңу сіңбеуін реттеп отыратын біздің клеткалар болады. Когда біз осы 3 тағамды дұрыс реттейміз, плюс бізге лимфа жолдарын тазалау керек болады. Яғни застойды кетіру. Застой деген не? Тасымалдаушы қызмет атқаратын біздегі кішкентай ғана ұзын тамыр сияқты нәрсе, Сол застойды тазалап отыру керек па? Себебі артық шлактарды айдау үшін. Сонда белок пен углевод теңескен кезде бізде плюс артық шлактарды шығарған кезде бізге семіру де оңай,
арықтау да оңай. Міне, кім салмақ қоса алмай жүр, яғни оларға семіру оңайырақ болады. Ал кім салмақ таси алмай жүр, оларға азу оңайырақ болады. Когда бізде осы нәрсе түгел болғанда. Ал егер сізде ол түгел болмаса, сіз қанша нәрсе азаннан кешке дейін 24 сағат аш жүрсеңіз де сізге бесполезно болады. Міне. Сол үшін не істейсіз? Лимфа жолдарын реттеу үшін бізде контрастный душ деген бар. Қалай ол? Яғни ыстық суға шомылып жатасыз, мұздай су дайындап қоясыз, кәдімгі таудың суы сияқты мұздай суды. Сөйтіп сол суды алса, үстіңізге шаш жүресіз. Қайтадан ыстық суға кіріп жылынып аласыз, қайтадан мұздай суға үстіңізге шаш жүресіз. Қайтадан ыстық суға кіріп жылынып аласыз. Сосын барып шығасыз, банадан немесе душтан немесе баняға барып сояқтан да осыдан бірнеше рет қайталау, яғни 2-3 рет осыдан су шашып қайталау арқылы сіз контрастный душ қабылдайсыз. Оның пайдасы өте жоғары. Тек қана ұсынылатын дүние бұл таңертеңгі уақытта, күн суық кезде особенно істемеген абзалырақ, себебі таңертең сіз жуынып сразу сыртқа шығып кетсеңіз, тоңып ауырып қалуыңыз мүмкін. Ал қалған жағдайда бұның ешқандай зияны жоқ. Бұны бүкіл адамға спокойно істеуге болады. Қазір босансаңыз да бұны істей бересіз. Яғни сізге зияны жоқ. Неге? Сүтімші дейді, менің сүт бездерім ауырып қалады ғой дейді. Жоқ. Егер сіз ыстық жерден шығып барған суды құйып жіберсеңіз, ауырып қалмайды. Себебі ысып тұрған ағзаға барады, бірден қайнаған фугат қайтадан ыстық суға түскен кезде, ол жерде ешқандай ауырсыну болмайды. Міне. Екіншісі не? Диета, контрастный душ, диетаның өзі дұрыс тамақтану бар, оның ішінде особенно судың мөлшерін дұрыс қабылдау. Бұл қалай? Салмағыңызды көбейтесіз 30 мл-ға. Яғни 1 килограммда салмақ болса, күніне 30 мл су ішу керексіз. Мысалы, мен салмағым 60 килограмм деп алсақ, мен күніне 30 мл су ішетін болсам, бір күнде мен 1 литр 800 мл су ішу керекпін. Осы су кәдімгі ақ су. Газированный или болмаса фанта, кола, спрайт, кофе, мофейлер саналмайды. Оны ішке мүлдем болмайды даже. Себебі кофеин, тауриндер бізге наоборот зиянын келтіреді. Сол себептен. Енді үшіншісі контрастный душ кетті, диетамыз кетті, судың мөлшерін реттеп ішуіміз кетті. Төртіншісіне ең құндысы бұл нелер бізде? Электролиттер, немесе витаминдер, дәрумендер керек бізге. Когда бізде осы нәрсе түгел болады, әр нәрсе өзінің қызметін дұрыс жасай алады. Мысалы, мен гинекологпын. Мен жұмыс жасау үшін маған не? Мен акушерка керек. Ал акушерка дұрыс жұмыс жасау үшін не керек? Оған санитарка керек, чтобы ол жер тазалап отыратын. Ал санитарка дұрыс жұмыс жасау үшін не істеу керек? Оның қолында не болу керек? Материал заттар түгел болу керек, особенно тряпкасы, пол жуатын, ведро болса деген сияқты нәрселер. Ал ол нәрселер түгел болу үшін не істеу керек? Бастық нормально оны әперіп тұру керек. Бастық нормально әперіп тұрса не істейді? Гинеколог өзінің жұмысын нормально істей алады. Спокойно, Вот көрдіңіз, мынандай круг, бір-біріне байланысып қалады. Тура сол сияқты біздің әрбір нәрсе осы круг, бір-біріне байланысып тұр дәрумендер. Чтобы дәрумен сізде D3 жетісу үшін, сіз К2 ішу керексіз. К2 дұрыс жету үшін сіз кальций ішу керексіз. Кальций дұрыс жеткілікті болу үшін сіз міндетті түрде онымен қосып цинк ішу керексіз. Цинк дұрыс болу үшін селен ішу керексіз. Селен дұрыс болу үшін магний ішу керексіз. Осында бір-біріне біздің ағзадағы бүкіл витамин связаны. Сондықтан да сіз осыны реттемейінше, пока сізде ондай нәтижеге жету біріншіден қиын, екіншіден ол уақытша ғана нәрсе болып қалуы мүмкін. Ендеше жақсы өмір салтын ұстаныңыз. Сіздермен бірге доктор Сейтжаппардың ақпарат түсінікті болды деген ойдамын.